Сосын ол кісі мені босатты. Ол кісіден ажырасып кеттім да, біраз уақыт жүрдім. Сосын бір жетіммін деген адаммен танысты. Мен жетіммін деп танысты да, мені таныстырды. Жетім адаммын, жаңағыдай не деп. Бірақ сол ағымдамын деп, тоже әлі сол қатты не демін ғой, мен ағымда сол әлі қатты ұстанып жүрдім да, сонда да мен жаңағыдай ол адамдардан мен жаңағыдай үзір іздеу жүрдім. Мүмкін түрмеде отырғасын, мінез ауыр болып кеткен шығар, содан мені қол көтерген шығар, негізі бауырлар ондай болмайды, ол мен бауырым, мен кешір, мен қараймын деп. Сонда да әлі бірақ оны түсінбей жүрдім, өзімнің қателік жолда жүргенімді. Сосын бір тағы намаз оқитын жігітпен таныстым, ол адаммен екеуі қидым. Сосын ол адам үйде жұмыс істеген жоқ, мен жұмыс істеп жүрдім. 7 жасқа үлкен болды, ол адамнан бала көтердім. Бала көтергесімен уже жұмыс істеуге жағдайым болмай қалды. Ал ол адам бірақ жұмыс істемей жүре берді. Сонда да мен тоже бірінші жолдасымдағыдай күйде жүрдім. Ана сестраның үйінде, мына сестраның үйінде деп. Мен баламның 4 айына келгенде менде уже ауырып больницаға түстім уже. Барсам, больницада маған айтты, баланы алып тастау керек деді. Ішіндегі. Мына баланы алмасаң, деді, уже ана бола алмайсың деді. Одан кейін. Сосын мен ол кісіні тауып алып звондадым да, айттым да, мені сөйлеп айтып жатыр, маған уже баланы алып салуға ақша тауып бер деп. Мен уже денсаулықта керек, маған оның себебі бар ғой дедім. Жоқ, ол айтты, жоқ, мен шаруам жоқ. Өзің бірдеңе қылып шешімін тауып ал деді. Сосын мен уже кафір деп санаған, жаңағыдай тамағын жемеген, уже анама звондадым. Мен жан-жағымнан өзімнің салафи деп жүрген, медсестраларым деп жүрген адамдардың бәріне шықтым. Бірақ ешқайсысы сол кезде бәрі беттерін көрсетті да, өздерінің бәрі теріс айналып шыға келді. Сосын уже анама звондады. Анам айтты, мама, менде сондай жағдай болып жатыр дедім. Я болмаса маған көмектес деді. Я болмаса онда менен айырылдым деп санай бер өз-өзіңді деді. Сосын мамам уже шыдай алмады, анам боласын, ол маған жаңа банктен ақша аударып жіберді. Барды алдырды деді, маған сен аман болған, тірі болғаның керек деді, жалғыз сүйер қызымсың деді. Сосын больницаға бардым да, мен баланы алдырып тастадым да, наркоздан 6 сағаттай ма жаттым, есін жинай алмадым. Сол кезде барып мен түсіндім да, өзімнің қателескенімді. Көзім ашылды 6 сағатта, мен 6 жыл өмірім көз алдыма келді. Қалай қателестім, неден қателік жасадым, не істедім. Сол кезде барып мен түсіндім да, мен өзімнің қатты қателесіп кеткенімді. Анамнан безгенім, әкемнен безгенім, бауырларымнан безгенім, оларды кафір дегенім бәрінің қате болған сол кезде түсіндім да. Өйткені егерде дін, ислам діні ол таза дін ғой, ол дінде ата-анада безбе дейді, кетпе дейді. Біз ұстанған жолда ата-анада бездіретін еді, кеттетін еді. Соны уже ойланып, уже ақылыма салдым да. Сосын өз-өзім наркоздан оянып, есімді жинаған кезде мен өз-өзіме сөз бердім да, мен болды, мен кетемін деп. Бұл ағымнан кетемін, мен болды деп. Мен бұл ағымды уже қателескенді түсіндім, анамнан кешірім сұрадым, жылап тұрып, анам кешірдім балам деді. Кешірдім сен деді, балам қайтшы үйге деді. Сол кезде барып мен уже ақылыма салдым уже бәрі. Мен үйде жаңағыдай әке-шешем бауырсақ істесе, мен бауырсағын лақтырып тастайтын едім. Болмайды деп. Өліге Құран бағыштап өтсе, астан кейін мен тұрып кетіп қалатын едім. Құран түрге түскен, сендер адасқансыңдар деп. Келін сәлем салу болған жоқ. Бас иген емеспін. Дәстүрден алшақтады, ағайын туыстан алшақтады. Қазақстанда жек көрдім. Қазақстаннан кетуге асықтым. Намаз оқымайтын адамнан барлығы мен үшін кәфір болды, ешқандай мұсылман болған емес. Көбіне кімнің Халилдікін, сосын Надир Абухолидтің лекцияларын тыңдадым.
бірақ көбіне менде Халилдің 18 лекциясы болды, сол 18 лекциясын тыңдадым мен уже көзім ашылды, ақылымды уже деген тыңдап бастағанда мен уже өзімнің қате жолда жүргенін түсіндім. Мен сол үшін мен ол неден кетіп қалдым да уже. Мен қорқып қалдым, адамдардан қорқып қалдым. Мен тағы да сондай бір адамға, мен осыдан кейін тағы да бір сондай адамға кездесіп қалам ба деп қорқып қалдым уже. Адамнан қорықтым, діннен емес. Өйткені ислам діні таза дін ғой, таза, ол зорлық жоқ ода. Бірақ менің ұстанған дінімде керісінше. Біз ажырасқан бойда олар, біз мысалы не айтасың, мен талақ болып жатырмын деп нетсең, альхамдулиллах, жаңағыдай 3 ай өтсін, 3 айдаңды өткіз, сосын бауырлар бар ғой, 2-шіге, 3-шіге шықшеш, 4-шіге шығасың ғой деп айтатын еді. Шын жүрегіммен айтайын да, адаспаңыздар деп едім. Мешітке барыңыздар дедім. Ана интернеттегі жаңағыдай білімді болып жүрген адамдардан еш нәрсе тыңдамаңыздар деп айтқым келеді. Тек қана мына өзіміздің еліміздің қазақпыз ғой, бәріміз қазақпыз. Қазақтан ғана тыңдаңыздар деп айтар едім. Барып мешітте жаңағыдай ата-ананы сыйлауды, интернетте өткені басын айтады, намаз оқу керек, андай ету керек, ата-ананы сыйлау керек деп басы басталады. Бірақ ол бір лекциядан ғана шектелмейді, оны тыңдағасын. Ол екіншісін тыңдайсың, 3-4 уже 10-шысына келгенде уже сыйлама, кафір басталады уже. Интернеттен тыңдамаған дұрыс та сол үшін. Тек қана мешіттен алу керек. Дәстүрлі мына қазаққа сай, біз өзімізге, өзіміз менталитетімізге сай нені ұстану керек. Сол айтар едім да, ол кісілер адаспаңыздар деп мешіттен барып білім алып. Өйткені интернеттен тыңдаған жаңағыдай білім иелері болып жүрген адамдардан тыңдағанда көретін өмірі осындай болады. Ол анық. 4-5 ай тұрасың, кішкене жаңағыдай неге жұмыс істемейсің, ананы істемейсің деп бастасаң, олардың сөзі талақ болады тек қана. Қазір ата-анамен қарым-қатынасым, Аллаға шүкір, мен ол кісілерден әлі де кешірім сұраймын, бірақ ол кісілер ренжі қатты маған әлі де. Өйткені 6 жыл бойы мен ол кісілерге айтпаған сөзім, істемегенім жоқ. Өмірдегі ең бір ауыр кезеңім, ол кезең өте ауыр кезеңім, мен өкініп өтемін. Мен әлі де өкінемін, оны өкінумен таңда тұрам, өкінумен кешті батырам. Өйткені маған ең жақын ата-анамды мен көп жылатып қойдым да, ол кісілер алдымда отырып, екі аяғымды біреуін ата-әкем, біреуін анам құшақта отырып жылағанда, мен оларды теуіп кетіп қалатын едім, сендер кәпірсіңдер. Айыр алмай жақсымен жаманды да, көр соқыр боп шоқ бастым қараңғы да, күйген дерттен жүрегім өртенеді, тағдыр қайғы айналғандай ғалам мұңға. Адасыппын айдаладан жол іздеп мен, тұрса дағы шуағын төгіп көктен, тура жолдан адасып жол іздеген, мен байғұсқа жұбаныш сыршыл көктем. Өкінгенмен бәріне шара бар ма, шалыс баса демес пе адамдар да, әке, ана, сіз мені кешіріңіз, кешіріңіз, мен сізден жаралғанда. Тура жолдан таймаңдар, адаспаңдар, Алла біреу, дін біреу, санаспаңдар, жаратқанның нұрына бөленер хақ, бір-біріне мейіріммен қарасқандар.